күн, құрметті әріптестер. Мен бүгін сіздерге жасанды интеллекттің көмегімен жасалынатын бір керемет платформамен таныстырғалы отырмын. Ол үшін бізге кез келген браузерға кіреміз. Google Chrome'ға кіріп, міне іздеу жолағына DID деп жазамыз. Бірінші шыққан сілтемені басып, соның ішіне кіреміз. Ағылшынша сайт шығады. Орысша тілге аударылады автоматты түрде. Болмаса, компьютердің оң жағын басып, перевести дегенді басамыз. Енді бұл бет ашылғаннан кейін бізде начать бесплатную пробную версию дегені бар. Яғни ақысыз, тегін бір айға қолдануға болатын версиясын қолдануға болады. Және авторизация міндетті түрде жасау керек. Мен видео түсірмес бұрын авторизацияны жасап қойдым, тіркеліп. Ол үшін Google аккаунтымыз қажет болады. Сол арқылы кіресіздер. Кіргеннен кейін бізге мына жерде шетінде, мінеке, сол жақ шетінде аккаунтпен credits left деп тұрады. Бұл бізде 20 мүмкіндік береді, 20 видео құрастыруға. Осы видеолардан кейін ақылы түрге өтеді, өкінішке орай. Енді мен жаңа мысал ретінде сіздерге видео түсіріп дайындаған едім. Қазір қайттан бастап көрсетейін сіздерге. Осындай бет ашылады. Осы жерде видеотека, центр разработчиков және цены дегеннен тұрады. Видеотека дегенді басамыз. Создать видеоны басамыз. Создать видеоны басқан кезде создать видео дегенді басқан кезде бізде осындай бет ашылады. Обновление жасап жүреміз. Мінекей осындай бет ашылады. Осы жерден добавлять дегенді басып, өзіміздің фотомызды, болмаса тағы да басқа бір фотоларды қоюға болады. Так, енді бірінші фотомызды қойып алайық. Загрузканың ішінде. Жақсы, өз фотомды қойдым. Мына жерге біз кез келген бір ақпаратты жазсақ болады. Адамға қандай сөзді сөйлеткіңіз келіп отыр, сол ақпаратты осы жерге қоюға болады. Мен мысалы ақпарат жайында қысқаша айтып кетейін. Ол үшін мына жерден мәтінді көшіріп аламыз және мына жаққа алып келіп қоямыз. Болмаса өзіміздің қолымызбен жазуға да болады. Енді мына жақта біз English деп тұр. English ол сөйлеу тілі, бізге ағылшын емес, қазақ тілі қажет. Сол себептен каз деп жазса, бізге казахский шығады. Және мына жерде ер адамның даусымен емес, әйел адамның даусы болу керек. Айгүл дегенді таңдаймыз. Мінекей біздің видеомыз дайын болды. Создать видео деген батырманы басамыз. Генерировать дейміз. Біраз уақыт тосамыз. Мінекей біздің видеомыз дайын болды. Енді плейді басып көрсек те болады. Ақпарат ұғымы адамзат өмірімен әртүрлі ғылым саласында жиі қолданылады. Ол латынның түсіндіру, баяндау деген ұғымды бітіретін information сөзінен шыққан. Мінекей осындай видео дайын болды. Енді осы беттен сразу скачать батырмасын басып, видеоны өзімізге жүктеп алсақ болады. Болмаса ссылкасын, сілтемесін көшіріп алсақ болады. Немесе поделиться дегенді басып, WhatsApp, Facebook, Twitter сияқты желілерде таратуға мүмкіндік бар. Болмаса мынандай мінекей видеотеканың ішінде 3 нүктені басу арқылы осы действияларды жасауға болады. Енді тағы да бір создать видеоны бассақ, өзінің дайын осындай берілген роботтарында көруге болады. Бұл жерде тек қана өзіміздің фотомызды, өзіміздің суретімізді ғана емес, кез келген бір адамды таңдап алып сөйлетуге болады. Бұл жерде мысалы мен мына тұрған адамды
таңдайын. Мінекей осы адамды таңдадық. Енді айтатын сөзі жаңағы мен айтқан мәтінді English емес қазақ деп қойайық. Айгүл деп тұрады. Создать. Видеоны басамыз. Тағы да генерировать. Ал мінекей екінші видеомыз дайын болды. Біраз уақыт осайып тұрайық. Мінекей дайын болды. Плейді басамыз. Ақпарат ұғымы адамзат өмірімен әртүрлі ғылым саласында жиі қолданылады. Ол латынның түсіндіру, баяндау деген ұғымды білдіретін information сөзінен шыққан. Бұл жерде өздерінің берілген, ұсынылған жаңағы жасанды интеллекттің көмегімен сөйлейтін адам мем движенияларды, қозғалыстарды қолданып сөйлейді. Өте сондай керемет, қолдануға болады. Өз суретімізді қолданбасақ та. Осы жерден скачать, жаңағындай копировать ссылку дегенді де басуға болады. Сіздермен бірге болған Назым Оңғарбаевна, керектеріңізге жарайтын шығар деген үміттемін. Кәделеріңізге жарасын. Менің арнама тіркеліп, қазақша контентті дамытуына үлестеріңізді қоса жүріңіздер. Пікірлеріңізді комментарийға жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.